меніңше отбасыдан басталсақ тәрбие. Отбасы бәрі айтып отыр ғой, ешкім ата-ана баласы жаман. Қас қабағынан қорқады. Қоғам құртып отыр. Қоғам допускает. Мысалға осы қыздардың біз лайк басып отырмыз ғой TikTokта көтін ашқанға. Біз допускаем оның неге кетуі, рекке кетуі. Бәрібір де ондай емес қой. Бір құмалақ бәрін жыртетеді, бәрі қыз ондай емес қой. Билеп беріп бәрі қыз деп жатқан жоқпыз ғой енді біз. Бүкіл қызды айтып жатқан. Бар ғой ұстайтындар, намысы бар қыздар көп қой енді. Бүкіл қазақтың қыздары осындай деп жатқан жоқ қой мен. Иә, енді мысалға жоқ қыз қалаға келді. Подружкасында iPhone. Әрине iPhone-ды алғысы келеді. Енді iPhone-ның жолдары қандай деген кезде интернетте білесіздер iPhone қандай екен. Сол жолға кетіп қалады. Бірақ дүниемен үйрету керек. Сен әрбір қыз өзінің жағдайына қарап, ата-анасы айту керек. Көкем, көрпеңе қарап төсіл. iPhone аласың ол iPhone. iPhone болады әлі. Талай iPhone болады өмірің алдында. Дұрыс деп айтса, онда болады. Иә, қолдаймын. Әлі өмірінде миллион iPhone шығады алдыңда. Өмірің әлі алда деп түсіндірсе, ол түсінеді ғой. Оқы, үкімет беріп жатыр ғой. Тебе де беріп жатыр 40 мыңнан. Оқы, уақытың барда. Жүрме ночной клубта деп. Иә. Өтініш сияқты қып, қыздан да біз өтініш ретінде сөйтіп айтып біз мемлекет ретінде, азамат ретінде әрбір қыздан сұраймыз өтініш. Қарындасым, оқы. Мемлекет жағдай жоқ, не істеп жүрсің клубта деп. Бай іздеп жүрсің бе? Бай болмайды. Оқыңды бітіріп ал бірінші. Табылады бай деп. Сол ерте бармаған жақсы клубқа ерте. Біздер кезінде барып көрген емеспіз ондай жерге. Әкеміз деген ұрсып отыратын, намысына тигізіп андай тәрбие беріп отыратын. Ұрсып отыруымыз керек. Әрбір ағасы, әкесі бәрі. Сонда қыз қояды. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, мына Жозефина сияқты. Ойына келген істеп кетті уже да. Мәселе осы ғой, біз қоғам болып тоқтата аламыз ба? Қоғамның әкесі бола аламыз ба деген мәселе көтеріп жатырмыз. Біз жерде біреуді жамандап отқан жоқпыз. Дұрыс айтасыз. Иә, егер қолымыздан келмесе енді айтамыз. Иә, ашық түрде айтты дейсіз ғой. Ал енді аға, бұл ашық түрде болған мәселе, ол айтпай ашық түрде үндемей ешкім білмей жасап жатқандардан қарағанда, олардікі солай білдіртпей жасағандар. Біз енді жасырын болса, біз оның заң бар ғой. Интимный не принадлежность. Оның интимный историясы бізге керек емес қой. Олар видеоға жіберіп тұр ғой. Олар рекомендацияға келіп тұр ғой, мен TikTok'та ашсам. Мен знать не знаю мысалға. Сол ғой, мысалға. Иә, анандай сол шығармай істейтін дедік, одан да қиын сияқты деймін де ойлағанда. Шығармай істей берсін, біздің оған қатысымыз жоқ. Үйіңде не істесең өзің біл. Сен сол ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ареке қалайсың? Мансұр соға жіберіп тұрсың ғой. Вот, сол таратқан амал дұрыс болмай тұр ғой. Ол дұрыс емес. Сол видеоларды ақша қылып сататындар бар ғой сондай. Иә, соның бәрін статья ілу керек деп тұрмын, заң шығару керек. Иә, қолдаймын сізді. Иә, дұрыс айтып отыр міне, Ивлеева сияқты. Міне Қазақстанның Ивлеевасы да мынау істеп отқан. Қашан шығарамыз? Сол Ивлееваға қарсы заң шығарылды ғой мысалы, сол сияқты Қазақстанда да сондай заң шығару керек деп Ренатқа ертең мен хабарласамын. TikTok'та бар ғой, бір жігіт айтып отыр өткенде. TikTok'та открытто айтып отыр дейді, 16-ға толмаған қыз, маған iPhone керек, алып беріңізші деп жан деп айтады дейді еще. Ол жігіт мазақ қылып бізге айтып отыр. Ол дұрыс па? Ол да дұрыс емес. Дұрыс емес. Егер ол жаңағы бірден істейтін болса, ата-анасы заявление жазып берсе, 16-ға кәмелетке толмаған қыз, жігіт не жасау сотталып кетуі мүмкін, көрдіңіз ба? А сотта ана қыздар айтады, ой, мен білген жоқпын, шешесі білген жоқпын деп. Өзімен жүрген қыз жігіт сотталып кетуі мүмкін, дым істемей, мысалға. Ол жігіттікі де дұрыс емес, оның жігіттің бәріне жайып айтып отыр. Жоқ, ол вообще интернетте айтқаннан кейін ол дұрыс қой. Қоғам білу керек қой. Және де ол айту керек. Егер ол жаңағы қыз, ол да жауапкершілікке тарту керек, ана қыздың. Өзі же провокация жасап тұр. Иә, қыздың өзі ғой. Қыздың өзі, бірақ сот ертең бір бала сотталып кететін болған кезде, сот жаңа баланы соттайды. Кеше мысалы Қызылордада бір оқиға болды ғой, 15 жасар қызды алған, үйленген. Больницаға туатын кезде больницадағылар милицияға хабарлаған, жаңағы күйеуін сотта жіберген 12 жыл. Олар айтады, бұл заңсыз анау мынау дейді. Заңда жазылып тұр ғой, кәмелетке жасқа толмаған бала адаммен жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Ол айтады, менің қатыным ғой дейді. Есің дұрыс па?
12 жылға сотталған. Оны заңда білмейтіндер болады мысалы. Сондықтан да осы өсіп жатқан 16-17-ге дейін толған уже 18-ге дейін өзінің несіне жеткенге дейін кішкене қыз баласын жоқшылықты көрсетпеу керек сияқты деп ойлаймын. Даладан Күресіп, енді ол жоқшылық деген кезде енді жоқшылық семьяда өмір сүріп. киімін мысалы айфон демекші соткасын айту керек, соткасын алып беріп айтып отырса да мана әкесі кішкене қабағын бүйтіп шытып отыру керек. Кезінде біздер сөйтті ғой, әкеміз шығармайды. Жоқшылық заманда да Бір жіберіп бір тартып отырды ғой. шешелеріміз енді өзінің несін сатып қалған шығар. Көтін сатып кетпеген шығар, қарындас. Жоқ, онай жағын айтпай заманда соғыс кезінде мысалға немесе ашаршылық кезінде не көтін сатып кетті ме сонда? Жоқ, қазір жаман бөлек қой аға. Ой, ешқандай заман емес. Әркім өз түсіндірсін заманды. Оқы, білімін ал, сосын сенде болады деп түсіндірсе. Иә, сөйтетін қыздар бар, жоқ, манағыдай қызығатын қыздар көп қой дүнияға қызығатын. Сіз білмейтін шығарсыз, қазір көп ондай қыздар. Дүниеге қызығады, ол сосын. Сондай жолға барап жүргендер де бар сондай мен. Сосын айтып отырмын аға, ондай Жоқ, бара берсін, бірақ көрсетпей барсын да телевизорге шығып, тиктокқа О, шығып. мына жерден онда несі айтып отыр аға. Мен көрсетпейді, ол көрсеткесін, көрсеткен не көрсетпеген. Мен жауап берейін. Жанар сізге Арман аға үшін мен жауап берейін бұл жерде. Бұл жерде сол интернетке ашық түрде салса, ол былай жасағанның қарағанда көп халыққа тарап үлгі анан көріп үлгі ретінде бәрі қайталауы мүмкін де қоғамның көп бөлігі бұзылуы мүмкін. Ал өзі істесе ол өзімен өзі жүре береді де өз жазасын алады дейді де, ол жерде өзі істесе де қолдап отырған жоқ бұл кісі. Просто өзінің жазасын алады деп отыр. Алла көп тұр деп па? Жоқ, иә, жазаланады ғой мысалға. Тумайды ертең, по-любому картаға шығады, біреу айтып қояды. Ол жеңіл, по-любому жігіттің намысы бар, біреу жігіт айтады, мына қыз осындай болды ғой деп. Бәрі қол жетімді, бәрі білімін алса, қызметін жасаса, ол қолдың кірі ғой дүние. Солай ғой, оны бәрі түсінемін. Олар айтады, зачем саған оқып, көтіңді аштың, ақша таптың дейді. Ол тиктокта айтады. Бүкіл қыздар солай ойлап қалады. Расымен де осылай екен, осы сияқты көтіңді ашып жүрсем, блогер болсам, мен күшті табыс табады екенмін деген ой салмасын деп тұрмын ғой, ондай мүмкін емес нәрсе. Қолдаймын. Сол ғой. Телевизорда бәрі тұр ғой. Бәрі ойлайды, мен істеймін оқып жаңағыдай. Көтімді ашып жаңағыдай бит жүрсем, тиктокқа жіберсем күшті боламын деп. Сонда көйіп кеттік тиктокта ашсам. Негізі ондай мәселеге бар ғой, мемлекет социальный сеттердің бәрін қатты қадағалап отыр. Мен соны айтып отырмыз ғой.